Аңсаған, ата-енең әлі тұрған жоқ па? Папа ұйықтап жатыр, ал мама. Құдағай, good morning. Қайырлы таң. Отыршы жерпілдімай. Мам, шай. Жоқ, мен шамалы жүгіріп келейін. Паспорт жоғалтқан қатынға ұқсамайды ғой? Қамыра, тағы бастадың ба? Сол паспортты жүгіріп іздеуге шыққан шығар. Табылмаса не істейді? Жүре берем осылай? Папа, мама, ол кісілер Американың елшілігіне хабарласыпты. Уақытша паспорт жасап береміз депті. Қашан? Білмеймін, мен дайын болғанда өзіміз хабарлаймыз депті. Жабайлар, көлік айдауды білмейді. Мыналар не қойдың аяғын байлап тастаған ба? Бұл жануарларды қорлау ғой. Басын бері қарат. Қоблама жақтыға. Ербол, қайрақ қайда? Мына пышақпен немене кескенсің? Өтпей қалыпты тупой болып. Сарайда шығар? Бар алып. Қойшы өзің ашы, мен жылы суғат бөлем бар. Ой, сен де бір. Мыналар қойды бауыздайын деп жатыр. Оны дереу құтқару керек. Байғұс жануар. Жауыздар. Нағым? Білмеймін. Тәте, не істеп жатырсың? Босатпа. Сені сән бі! Жауыздар. Ұстама. Білмеймін, тәте. Жібер деймін. Ұстама. Жібер мені. Жауыздар. Жібер мені. Ұстама. Жауыздар. Қойды босатыңдар. Ассалаумағалейкум. Папа, мама, қалайсыздар? Амансың ба? Қалайсың, иә? Қайпақта жезде. Қайпақта жезде дейді. Осы мен неге танымай қала береді? Есалаң, қай деп ол сенімен амандасып жатқаны? Қай демейді, қай дей береді. Құда қайда? Жоламаш соғыдаға. Ауырып аяққа тұра алмай жатыр. Еңбектеп зорға барып келді. Әжетханаға. Қош, уже еңбектеп жүр ма? Молодец, нешеде ол қазір? Нешеде деппін ғой. Емдеймін ғой, ауырып атқан жерін айтсаңыздаршы. Мен ауылда бәрі тәуіп дейді ғой. Жолама деймін құдаға, емдеме, бар кетші үйіңе. Қой, аңсаған, біз де тұрайық. Акиматқа шақырып жатыр. Күріштіктің екінші маусымы басылайын деп тұрған сияқты. Ал, дастарханға береке берсін.
Жақсы болды әйтеуір. Ауылда жұмыс жүрік. Сол күштік шешіңдерші, папа. Құда қай бөлмеде? Сыртынан көрем де кетем. Қойсайшы. Құда? Жоқ. Құда? Тұрсай. Біліп тұрмын ауырып тұрған сен, тұрсай. Неге сен өзіңді қинайсың, құда? Білдім ғой, мен құдағым тұратын білдім ғой. Құда, ауырдың ба? Емделетін жолын іздеу керек. Жата беру болмайды олай. Мынауың кім? Тіпті мұрша бермеді ғой. Білмеймін, Қамажан апайдың үйінде құдалыққа келген. Құда шама, құда қима біреу шығар. Қой, олар кеше кетіп қал деп айттым. Кетпесе ше. Әй, сен не әлі үйде жүрсің ба? Иә. Жаңа науқастың жағдайын біліп жүрмеймін ғой. Қатты нашарлап қапты. Шамал бір 50 грамдай. Не 50 грамм? 50 грамм салмақ тастапты деп атырмын да ма? Жүдеп кетті алаңыз. Жақсы, мен кеттім. Әй, Бағдат, ана мотоцикл тастап кетті. Оны істейсіз? Ана Лияға Қалжаға мал іздеу керекпін. Сосын бір жағынан ауылды да тексеріп келейін. Қалжа? Не ол қалжа деген? Қалжа деген жас босанған келіннің 40 күнге дейін етін жеп, сорпасын ішіп әлденетін тамағы. Соған мал іздеу керекпін. Сіз әуре болмай қойсаңыз, үйде бола беріңіз. Мен барып мал іздеп келем ғой. Қой кетәрі. Тағы да біреудің өлейін деп тұрған арық малын сатып алып, сен ақша жасайсың маған қымбатына. Ойбай, қашан ақша жасадым сізден мен? Әй, сен өткенде құдалыққа Иә? 70 мыңға сатып алдың деді ғой қойды. Иә? 50 мыңға сатып алыпсың ғой. Ну, енді одан басқа қашан ақша істедім сізден? Кетші, мотоцикл тастап кет, бар кет. Мотоциклді абайдаңыз. Ходоксы жинап қойғам кеше. Баршы. Осының бәрін қаяқтан естіп қоя береді. Ә? Тағы да естіп қойған есі. Әйгерім, тоқташы. Сен Қамажан апайдың тойында болдың ба? Иә? Құдағиын танисың ба? Иә? Жүрші бірден көрсетіп. Сабыр сақтаңшы. Не қазақша түсінбейді? Не? Ей, қуасыңдар ма? Шешіңдер аны, құдағи ғой. Шынымен құдағи ма? Енді көріп тұрсың ғой ауылдағы Жәмила апа емес екен. Құдағи, I'm sorry. Хайуандар! Жазықсыз жануарды өлтірдіңдер. Менің көзімше сойып тастады. Мен сендерге көрсетем. Өлімтіктер, қанышерлер. Мен бұлай қалдырмаймын. Оңбаған, қанышер. Мен бұлай қалдырмаймын. Түсінікті ме? Әйгерім, өтініш, Қамажан апайға айтпай қойшы. Білесің ғой кісіні. Қуасыңдар ма? Өзіне не істейді ғой бәрібір. Не істейміз? Таяқ жейміз. Иә. Ассалаумағалейкум аға. Ойлайсың. О,
Ореке! Амансың ба бауырым? Амансыз Ореке. Отырыңыз, я. Иә. Рахмет. Иә. Қалайсыздар? Бәрі жақсы ма? Жүзіңе қарасам, жақсы жаңалықтар бар сияқты ғой, иә? Тамшы мен суғару басшылыққа ұнады ма? Бәрі жақсы, я. Бәрі жақсы, аңсаған өтірік айтпапты. Мол өнім алдық. Бірақ... Не бірақ? Биыл жобаны тоқтатып тастады. Қалай? Ореке, тамшымен суару қымбатқа шығып жатыр дейді. Дарияның экологиялық жағдайы ше? Бәрін ескерген. Енді аудан әкімі күріштің санын қысқартып тастады. Енді Дарияның суына да зиянымыз келмейді. Бюджетке де зиянымыз тимейді. Арба да аман, есек те өлмейді деген шешім ғой. Иә. Сендер малсыңдар. Олар сендермен салыстырғанда адамдар. Сендер қаны шерсіңдер. Тек қана асқазандарыңның қамдарын ойлайсыңдар. Қаны шерлер. Не дейді мынау? Не маған бірдеңе деп жатсың ба? Мен сендерді сотқа берем. Мен сендерді ұзақ мерзімге түрмеге жабуын сұрайым. Мен бүкіл әлемдік жануарларды қорғау ұйымының мүшесімін. Мен сендерге көрсетем. Әй, сен не маған бірдеңе деп жатсың ба? Құдай-ай, мынаған жауап қайтара алмай тілімнің қышып отқанын-ай. Әй, кім бар аударатын? Аударыңдар шынаны. Қамажай біліп қой, мен мұны бұлай қалдырмаймын. Лия, сен қайда тұрып жатсың? Мам, не болды сошы? Мына хайуандар менің көзімше жазықсыз қойды сойып тастады. Мен мұны бұлай қалдырмаймын. Мам, ашуыңды бас. Не болды, айтшы дұрыстап. Менің уақытым жоқ. Мен оларды құтқаруым керек. Не дейді? Білмеймін. Ha? Ештеңе етпейді балам. Ұнжырған түспесін. Жұмыссыз қалмайсың. Тағы да ауылға пайдасы бар. Қайық, ұсынайық. Бірін болмаса бірін қабылдайды ғой. Ауылда жұмыс жетеді. Өзіңнің де ойлап жүрген басқа бір жобаларың бар шығар, а? Бар. Міне дұрыс. Мынау біздің құдағай ғой. Ашуланып қайда бара жатыр? Жоқ, папа, өзі солай жүгіреді ғой. Мынау жүгіргені ме? Иә. Қайда шықтың? Ай, ана қалжаға мал қарап келейін деп, бір жағынан ауып тексеріп келейін деп. Жобаларың не болды? Болмайтын болды. Тоқтат тастады. Баяғы ақша жоқ дейтін әңгіме қымбат дейді. Жарайды. Тәуекел, табылар жұмыс. Иә, табылады ғой. Жүр балам.
Жақсымын. Өзің қалайсың? Анау құдағиыңды аман есен шығарып салдыңдар ма? Қайдағы? Жатыр үйде. Паспорттарын жоғалттық, енді ана посольстводан хат күтіп жатырмыз. Қайда шықтың? Қамажай. Қысқасы жағдай мәз емес. Мына біздің ауылда соңғы кезде ажырасу өте көбейіп кетіпті. Иә. 2 күннің бірінде мен разборкаға барып жүрмін ғой қазір. Не істеуге болады? Тәрбие жұмыстарын жүргіземіз бе? Бірдеңе істейік та енді. Сәуле, мен әр үйдің табалдырығын аттап шаршадым. Әр үйде ене деген бір қатын отыр. Балаларының шаруасын шешпесе, не істеп отыр? Сен сол енелерге тапсыр. Балаларының проблемасына араласып шешсін. Кет. Жарайды, жолың болсын. Кім бар? Отағасы. Жеңеше сен ба? Қош келдің. Төрлет. Жоқ, уақыт жоқ. Қорада бір семіз қойың бар ма? Қалжаға мал іздеп жүретін. Келін босанды ма? Жоқ, келін босанған жоқ, күтіп отырмыз бұйырса. Дұрыс. Ой, саған табылады ғой. Саған тегін ақ берем. Жүр. Тегін бересің ба? Әрине. Ал, көрейік тегін қойды. Ой, жеңеше таңдап ал. Мал қайда? Мен қайдан білейін? Қора сенікі ғой. Мал қайда? Емдан ес тұрса қораңда не бар, не жоғын білмейтін қандай адамсың? Жаңа бар еді. Табылса айтасың, қош. Мәселен, маған тағылған бүтін сабағын біле. Күншуақ, қалай амансыңдар ма, бала-шаға жан-жақтарың? Қамажай апа, жақсымыз, өзіңіз жақсысыз ба? Қалай жақсысыз ба? Жақсы, шүкір. Күншуақ, бір семіз малың бар ма? Бар. Өзіме бір сақтап қойған, бір семіртіп атқан бір 2 малым бар. Біреуін көріңіз. Көрейікші жүр. Жүріңіз, көрсетейін. Қалай жақсысыз ба апа? Жақсы. Жұмыстарың не болып жатыр? Ой, жайлап жүріп жатыр. Солай де. Мал қайда? Жоқ па? Қазанда ғана шөп салдым бұл. Алмат! Алмат! Мыналарға не көрінген бәріңе? Қораларында не бар, не жоғын білмейсіңдер ба? Жібер! Олар бостандықта болуы керек. Қане жібер! Жібер деймін. Олар бостандықта болуы керек. Қане жібер! Олар бостандықта болуы керек деймін. Амандар! Жібер, не болды саған? Не істеп жүрсің? Сендер оларды байлап ұстауға құқықтарың жоқ. Олар еркіндікте болуы керек. Қане босатыңдар. Жібер, Амандар, қайт үйге. Мынау не істеп жүр? Жібер де. Қамажай апа, мынауыңыздың танысы ба? Құдағайға! Мен бүкіл әлемдік жануарларды қорғау ұйымына хабарласам. Сендерге көрсетем қазір. Көрсетем. Ойбай, ұят болды. Қамажай апа, босап кеткен малдарын не істейміз? Таза ауа жұтып жүрген шығар. Тауып алсаңдаршы. Аманда! Оңбағандар, аяушылықты білмейсіңдер. Бүкіл әлемге танытам сендерді. Мам! Лия, не болып жатыр? Мамам ауылда жазықсыз қойлардың сойылуына қарсы. Жазықсыз?
Баршаға сәлем. Менің есімім Аманда. Мен бүкіл әлемдік жануарларды қорғау ұйымының мүшесімін. Естеріңізде болса, мені орталық Азияға, оның ішінде Қазақстанға сапар жасайым деп айтқан болатынмын. Әй, ана қатын не істеп жүр? Есі дұрыс па? Бүкіл ауылдың малын босатып жібергеніз. Мама, ол кісі бүкіл әлемдік жануарлардың құқығын қорғау ұйымына шағым айтып халықты көмекке шақырып жатыр. Маған десе бүкіл Европасы мен Америкасын ауылға алып келсін. Жаман үйдің қонағы билейді деген. Мен ол қатынды шаңырағымда тайрандатып қоймайым. Ұнамай ма, кетсін Америкасына. Мама, енді ол кісіні де түсінуге болады ғой. Түсінбеймін мен. Түсіндірмей ақ та қойыңдар. Сен енеңе жақтасып тұрсың ба? Айт ана қатынға, араласпасын ауылға. Мама, мен ол кісіге жақтасып тұрғаным жоқ, просто сырттан келгеннен кейін айтып тұрғаным. Сырттан келсе, ондай қалағын сыртқа барып көрсетсін. Мен не енді Аманда айтты екен деп бүкіл ауылға қой сойдырмай қояйын ба? Ет жеуге болмайды деп бүкіл ауылдың шөпке тұрғып қояйын ба? Мен тікелей эфирде ауылдарың туралы бәрін айттым. Енді сендердің жабайылықтарыңды бүкіл әлем білетін болады. Бүкіл әлем. Не дейді? Ауылдарың туралы бәрін айт. Мен сендердің жабайылықтарың туралы бүкіл әлем білетін болады дейді. Білсін, көрсін, үйренсін бізден. Не сендермеді бізге мәдениет үйретіп жүрген? Керісінше сендер бізден тазалық пен мәдениет үйренген. Анау кезінде бүкіл Европаны жаулап алып сендерді мәдениетке үйреткен ғұндар. Біздің қазақтың даласын мекендеген біздің жауынгерлер. Сенбесең тарихты ашып қара. Сен қатын сосын мағана Американың мәдениетін тықпай-ақ қойш. Онсыз да сендердің цивилизацияларыңы ереміз деп канализацияға түсіп кетіп жатырмыз. Ауылнамай ма? Кет! Ай бала, бір сөзіңді қалдырмай, адар! Не дейді анау? Лия, қызым, сен мұнда қалай тұрып жатсың? Бұл жақта өмір сүру мүмкін емес қой. Лия, Америкаға кетейікші. Бұл жердің несіне қызығып отырсың? Мам, бәрі жақсы. Ашуыңды басшы. Қалай басам айтшы. Жазықсыз жануар әлі көз алдымда тұр. Ол шарасыз қиналып жатты ғой. Мам, ол қой туралы ойлай бермеш. Болды. Енді ешкім ауылда қой соймайды. Енді қойды көрмейсің, болды. Жарай ма? Жапай көріп қоймасын. Ол кісі білсе құримыз. Жаймен тағылып барып құдағайдан кешірім сұраймыз да кетеміз. Құдағай қай бөлме жатқан қайдан білесіңдер? Барлық бөлменің терезелерін көрейік. Не керек? Құдағи, I'm sorry.